Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тіл сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су тіршілік көзі Қазақстандағы өзен-көлдер бөлімі бойынша туризм, шипалы су, белгісіздік есімдігімен танысамыз. Сабағымыздың оқу мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері: ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстырады. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсінеді. Есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдана алады. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен ережемен таныстырып өтейік. Белгісіздік есімдігі дегеніміз не? Белгісіз затты, сандық белгіні, сан мөлшерді нақты көрсетпей, белгісіз етіп жорамалдап, тұспалдап көрсететін есімдіктің түрі белгісіздік есімдігі деп аталады. Мысалы, үйден біреу шыққандай болды да, әлдекімнің сұлбасы қараңғы түнге сүңгіп кетті. Осы мысалдағы біреу әлдекім сөздері белгісіз бір кісі мағынасындағы затты білдіріп тұр. Белгісіздік есімдіктердің қызметіне тоқталып кетейік. Біреу, кейбіреу, әлдекім, кімде-кім, әркім, қайсы біреу, әлдене сияқты белгісіздік есімдіктер зат есімнің орнына жұмсалады. Келесі: қайсы бір, кейбір, әрбір, қайбір, әлдебір, әлдеқандай белгісіздік есімдіктері сын есімнің орнына жұмсалады. Соңғысы: әрқашан, әрқалай, әлдеқашан, әлдеқалай, әлдеқайда белгісіздік есімдіктері үстеу мәнінде мезгілдік, мекендік, қимыл-сын мағынасын білдіреді. Сабағымыздың оқу мақсатына сай стильдерге тоқталып кетейік. Қазақ тілінде стильдер 5 түрге бөлінеді. Бірінші ауызекі сөйлеу стилі, екінші ресми қағаздар стилі, үшінші ғылыми стиль, төртінші көркем әдебиет стилі, бесінші публицистикалық стиль. Ауызекі сөйлеу стилі сөздер мен сөз тіркестерін еркін қолданады, даярлықсыз өткізіледі, қарапайым сөздер, сұраулы, лепті сөйлемдер жиі қолданады. Көбіне диалог түрінде келеді. 3 түрге бөлінеді. Бірінші дидарластық сөз, әңгімелесу, сұхбаттасу. Екінші полемикалық сөз, дауласу. Үшінші көпшілікке арналған сөз, баяндама, лекция. Екінші ресми қағаздар стилі, кітаби ресми сөздер мен тіркестер, хабарлы сөйлемдер, даяр тіркестер мен терминдер қолданылады. Бұған жататындар бұйрық, өтініш, мінездеме, арыз, өмірбаян тағы басқа жатады. Үшінші ғылыми стиль. Ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда қолданылады. Ғылыми терминдер көбіне хабарлы сөйлем болып келеді. Өткен шақ пен осы шақта жиі қолданылады. Төртінші көркем әдебиет стилі. Көркем әдеби шығармаларда құбылыстар мен заттарды суреттейді, жанды суретін көрсетеді. Ауыспалы мағына, көркемдік тәсілдер, суреттеме құралдары қолданылады. Оған жататындар теңеу, метафора, метонимия тағы басқа. Бесінші публицистикалық стиль. Газет журналдарда, жиналыс, митингілердегі сөздерде қолданады. Шақыру, үндеу, нақтылық ерекшелігін білдіреді. Риторикалық сұрақтар мен стильдік қайталаулар қолданылады. Бүгінгі сабағымыздың мақсатында ресми қағаздар стилі, ауызекі сөйлеу стиліне тоқталып кетейік. Ресми қағаздар стилінің қолдану аясы іс қағаздарында, нұсқау хаттар мен кеңсе құжаттарында қолданылады. Ал ауызекі сөйлеу стилі адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады. Ал енді ресми қағаздар стилінің мақсаты хабарлау, анық, нақты мәлімет беріледі. Ауызекі сөйлеу стилі қарым-қатынас жасау мақсатын білдіреді.
Ал енді балалар, сабағымыздың тапсырмаларына көшейік. Туризм шипалы су тақырыбы бойынша алдымен сұрақ-жауап әдісі арқылы сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, туризм дегеніміз не? Екінші, турист деген кім? Үшінші, қандай шипалы суларды білесіздер? Төртінші, шипалы сулар қайда кездеседі? Осы сұрақтарды мұқият тыңдап, жауап беруге тырысайық. Сәттілік балалар. Ал балалар, өзімізді ықтимал жауаптармен тексерейік. Туризм дегеніміз не? Туризм адамның бос уақытында жұмыстық не мәлім міндеттік мәжбүрлеумен емес, өз еркінше көңіл көтерумен демалу үшін, тәуекел жасау үшін, көріп қызықтау үшін, рухани қажеттілік бойынша басқа бір жерге ерікті саяхаттап, серуендеп баруды айтамыз. Екінші, турист деген кім? Турист саяхатқа шығатын және туризммен айналысатын адамды айтамыз. Үшінші, қандай шипалы суларды білесіздер? Шипалы су табиғатта түрлі ауруларға шипа болатын минералды сулар. Судың шипалық қасиеті ондағы еріген заттардың мөлшеріне қарай анықталады, және олар салқын, жылы, ыстық күйінде кездеседі. Минералды сулар денедегі ісіктерге қарсы, жүйке жүйесін нығайту, қан тамырын кеңейту, өтпенішті тазалау, тамақтың қалқанша безінің, өкпе бауырдың қызметін жақсарту және тағы басқа көптеген ауруларды емдеу үшін қолданылады екен. Төртінші, шипалы сулар қайда кездеседі? Бүгінде Қазақстанда 100-ден астам минералды су көзі анықталып, көпшілігі ел игілігіне жаратылуда. Мысалы, Алма-Арасан, Қапал-Арасан, Сарыағаш, Мерке, тағы басқа. Алма-Арасан минералды суы. Алма-Арасан жер асты ыстық суы. Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Құрамында кремний көп, яғни емдік қасиеті бар суларға жатады. Судың өзіне тән иісі бар екен. Жақсы балалар. Енді бірінші тапсырма мәтініне назар аударайық. Мұқият тыңдаймыз. Жедел хат. Үлкен кішінің ерекше сүйіп оқитын газеті, Егемен Қазақстанның қоғамдағы орны бөлек туған тілді қастерлеуде, мемлекетімізді нығайтып жас ұрпақ бойына елжандылық қасиеттерді сіңіруде, Егемен Қазақстанның жүргізіп келе жатқан жұмысы ауқымды. Алыстағы Торғай өңірі, соның ішінде Жангелдин ауданының тұрғындары, ешкімнің үгіттеуінсіз-ақ газеттің 250 данасын жаздырып алды. Егемен Қазақстанға жазылу одан әрі жалғасып жатыр. Құрметпен Қайрат Жанайұлы, Жангелді ауданының әкімі. Ал балалар, мәтінді мұқият тыңдадық. Енді келісемін, келіспеймін әдісі арқылы мәтіннің стильдік ерекшелігін анықтайсыздар. Дескрипторға назар аударыңыздар. Мәтіннің стильдік ерекшелігін дұрыс немесе бұрыс жауап арқылы анықтайсыздар. Мұнда 9 пункті берілген. Бірінші, мазмұны анық, дәл жазылған. Екінші, жергілікті сөздер, диалект, кәсіби сөздер. Үшінші, хабарлы сөйлемдер бар. Төртінші, адамдар бетпе-бет жүздесу жүзеге асқан. Бесінші, ресми сөздер мен тіркестер бар. Алтыншы, сұраулы, лепті, толымсыз сөйлемдерден құралған. Жетінші, мәтін қысқа құрылған. Сегізінші, даярлықсыз өткізілген. Тоғызыншы, даяр тіркестер мен терминдер қолданылған. Ал балалар, іске сәт. Жақсы балалар, енді өзімізді тексеріп көрейік. Бұл мәтіннің дұрыс жауабын белгісін тыңдайық. Бірінші, мазмұны анық, дәл жазылған. Үшінші, хабарлы сөйлемдер бар. Бесінші, ресми сөздер мен тіркестер бар. Жетінші, мәтін қысқа құрылған. Тоғызыншы, даяр тіркестер мен терминдер қолданылған екен. Балалар, сонымен
Бұл қай мәтінге жатады? Ресми қағаздар стилінің мәтініне жатады екен. Дұрыс тапсырыңыздар. Жарайсыздар. Енді келесі тапсырмамыздың мәтініне көшейік. Алдымен мұқият тыңдайық. Айбек, жадыраған жаз мезгілі нағыз демалатын уақыт. Олай болса, қандай шипажайға барғалы жүрсіз? Алмарасан шипажайына баратын шығармын. Алмарасан жер асты ыстық суы. Еліміздің қай жағында? Алматы облысы, Қарасай ауданында. Ол шипажай туралы не білесіз? Алмарасан минералды суы негізінде 1932 жылдан бері Алмарасан шипажайы болып жұмыс істеуде. Құрамында кремний көп, яғни емдік қасиеті бар суларға жатады. Судың температурасы Цельсий шкаласы бойынша +33-38 градус. Минералды сумен қандай ауруларды емдейді? Онда аяқ-қол, буын, тері және асқазан ауруларын емдейді. Керемет екен, жақсы демалыс болсын. Ал балалар, мәтінді мұқият тыңдадыңыздар. Енді тапсырманы орындауға көшейік. Тұжырым кестесі әдісі арқылы мәтінді оқып, ауызекі және ресми стилдегі тілдік ерекшелігін анықтап жазасыздар. Дескрипторға назар аударыңыздар. Мәтіннің стилдік ерекшелігін жазасыздар. Мәтіннің стилдік ерекшелігін анықтайсыздар. Екі кесте берілген. Бұл мәтін қай стильге жатады, соны жазасыздар. Және келесі кестенің ресми қағаздар стиліне сипаттама бересіздер. Сәттілік балалар. Жақсы балалар. Ал енді екінші тапсырманы тұжырым кестесі әдісі арқылы орындап шықтыңыздар. Енді өзімізді тексерейік. Алмарасан шипажайындағы минералды су жайлы әңгіме диалог түрінде жазылған. Яғни бұл ауызекі сөйлеу стиліне жатады. Ауызекі сөйлеу стилінің дидарластық түріне жатады. Қарапайым сөздер, сұраулы, лепті сөйлемдер, сөздер мен сөз тіркестері еркін қолданылған. Ал ресми қағаздар стиліне келетін болсақ, Алмарасан шипажайындағы әңгіме ресми қағаздар стиліне жатпайды. Негізі ресми қағаздар стилі нұсқау хаттар мен кеңсе құжаттарында қолданылады. Даяр тіркестер мен терминдер жазылады. Анық мәліметтер алынады. Сөйлем құрылымы тұрақты болады. Жарайсыздар балалар. Жақсы. Келесі тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырма. Табу әдісі арқылы тиісті есімдіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазасыздар. Сіздерге сөйлемдер берілген, сол сөйлемдерге тиісті есімдіктерді қойып, дескрипторға назар аударыңыздар. Сөйлемдердегі тиісті есімдікті қойып жазасыздар, есімдіктерді таба аласыздар. Бірінші сөйлем. Біздің қазақ әрбір, ешбір, жер атын, тау атын сол заманда ортаның сыр сипатына қарай қоя білген жұрт. Қайда, қандай, әрбір өлкеге барсаңда, жер, су, жапан түзде кездескен кішкене бұлақ атының өзінде қаншама мән мағына шешілмеген құпия сыр жатады. Екінші сөйлем. Ешбір, әрбір ағашты, әрбір әлдебір бұтақты, жалғыз дәнді де ыждағаттылықпен сақтау, қамқор болу басты міндеттің бірі. Үшінші сөйлем. Кейбіреудің, әркімнің өз жері Мысыр шаһары. Төртінші сөйлем. Саяси сабақтан қолы бос кездерін пайдаланып, тағы да бірнеше кейбір модель жасады. Балалар, сіздерге 4 сөйлем берілген. Сөйлемдерге, яғни есімдіктер қойылған, бірақ негізгі қайсы тиісті есімдіктерді қойып жазамыз. Сәттілік балалар. Жақсы балалар. Тамаша. Енді өзімізді тексеріп көрейік. Біздің қазақ әрбір жер атын, тау атын сол заманда ортаның сыр сипатына қарай қоя білген жұрт. Қайда, қандай, әр өлкеге барсаң да, жер, су, жапан түзде кездескен кішкене бұлақ атының өзінде қаншама мән мағына шешілмеген құпия сыр жатады. Яғни бұл сөйлемде әрбірді және әр есімдігі қойылған дұрыс. Екінші сөйлемде әрбір ағашты,
әрбір бұтақты жалғыз дәнді де ыждағаттылықпен сақтау, қамқор болу басты міндеттің бірі. Бұл сөйлемде біз әрбір есімдігін қойдық. Үшінші, әркімнің мөлшері Мысыр шаһары. Бұл жерде әркімнің деген есімдікті қойдық. Төртінші, саяси сабақтан қолы бос кездерін пайдаланып, тағы да бірнеше модель жасады. Бұл жерде бірнеше. Жарайсыздар балалар, тапсырманы жақсы орындап шықтыңыздар. Енді сабағымызды қорытындылайық. Ауызекі және ресми стильдің қолдану аясын, мақсатын, стильдік ерекшелігін еске түсірдік. Мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстырып жаздық. Есімдіктің сөйлемдегі атқаратын қызметін түсініп, зат есім, сын есім орнына қолдануын анықтады. Жақсы балалар. Енді оқу тапсырмасы. Сілтемеден үзіндіні көріп, Қазақстандағы туризм тақырыбына белгісіздік есімдігін қатыстырып, шағын мәтін жазып келесіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет.